Қала аялдамаларына Аманат партиясының Павлодар облыстық филиалы арнайы QR-кодтарды орналастырды. Бұл QR-кодтар арқылы қандай мүмкіндіктерге жол ашылды және қандай мақсатта орналасқаны туралы тілшіміз баяндасын. Облыс орталығында алғаш рет жасалып жатқан бұл бастама халықтың уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Егер аялдамаларда QR-код байқап қалсаңыз, бұл алысқа бармай-ақ өз сауалыңызды әлеуметтік желі арқылы жіберсеңіз болады деген белгі. Осы өздерінің өтініштерін қалтыруға көбі келе алмайды. Уақыттары жоқ қазір. Біздің халықтың уақытын тиімдеу және жол ақысын үнемдеу мақсатында біз қазір осындай QR-кодтарды бүкіл Павлодар қаласының аялдамаларына қоятын боламыз. Осындай қолжетімді QR-код қаламыздың 10 аялдамасында орналасқан. Бастысы халық көп жиналатын орындарға орналастырдық дейді халық қалаулары. Қазақстанда жасалған болған жоқ. Мынау Павлодар қаласында, Павлодар облысында бірінші рет ашылып жатыр. Халықтың ыңғайлығына, халықтың тиімділігіне және де халықпен тікелей бірден-бір байланыста болуға. Оған қоса аялдамаларда орналасқан камералармен арнайы топ осы QR-кодтарды бақылауда ұстамақ. Айта кетсек, қазірдің өзінде цифрландыру жұмыстары қаламызда кең өріс табуда. Байтұрсын Жұмабай, Дәулет Қошқарбаев, ертіс ақпарат.